Ассалаумағалейкум, құрметті Ернар Education YouTube арнасының көрермендері. Сіздермен жас ағартушы және жеке қаржыны басқару бойынша маман, мен Сфабек Ернар Маратбекұлы. Достар, менің YouTube арнамды көріп отырғандарыңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Алла барлықтарыңызға разы болсын. Бүгінгі видеоны соңына дейін көріңіздер, өйткені ол сіздер үшін өте пайдалы болады деп ойлаймын. Себебі бүгін өте маңызды біліммен бөлісемін. Ол уақытты басқару жөнінде болады. Және бүгін 2021 жылдың 1 қаңтары, сонымен қатар сағат 11-лердің шамасы, мен өткен жылға есеп беремін өзім үшін, және сіздермен бөлісемін ол есебімді, және келесі жылға мақсаттарымды қоямын, Алла бұйыртса. Ең әуелі айта кетейін, достар, бұл 18-ші сабақ, бай болғың келсе, уақытты басқар деп аталады. Және сонымен қатар бұл өте керемет датаға келіп тұр, яғни 2021 жылдың 1 қаңтары, сонымен қатар қасиетті жұма күніне келіп отыр. Жұма күні жасаған дұға тілектеріңіз қабыл болсын, құрметті менің көрермендерім. Сонымен жалпы кеттік. Ең әуелі айта кетейін, жаңа жыл бұл мұсылмандардың мейрамы емес, бұл түп негізін христиандықтан, оның алдында кельт халықтарынан, адасқан қауым өкілдерінен алатын мейрам. Сол себепті бұны мұсылмандарға тойлауға мүлде болмайды, және мен мұсылман ретінде, альхамдулилля, бұл мейрамды ешқандай тойламаймын. Дегенмен біздің мемлекеттің, жалпы біздің қоғамның күнтізбелік жүйесі осы күнтізбемен жүреді, яғни 2020 бітіп 2021 жылға біз ауыстық. Мен сол тұрғыдан ғана қараймын, яғни күнтізбе ауысты, сол себепті өткен күнге есеп беріп, келер жылға мақсаттарымды қоямын. Яғни өткен күнге өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп дейді ғой. Дәл сол системамен жұмыс жасайтын боламын. Ендеше өткен күнге есеп бере кетейін. Жалпы 2020 жыл жеке өзім үшін өте қайырлы жыл болды. Альхамдулилля, мен керемет бір кәсіпті бастадым, яғни табиғи тыңайтқыш өндіретін биогумус өзімнің компаниямды аштым, Ауыз Агро компаниясын, және де YouTube'да ауыл шаруашылығы деген YouTube арнамды жүргізіп үлкен жетістіктерге жеттім. Сонымен қатар кеше ғана керемет, Аллаға шүкір, осы арнамды монетизацияға қостым. Осындай жақсы жаңалықтар болды. Сонымен қатар 2020 жылы менің жалпы кітабым, өмірде шектеу жоқ, аударған кітабым, оны да жалпы ағаларымызбен бірігіп редактура жасатып, Алла бұйыртса, ол да сәтті жоба болып келе жатыр. Сонымен қатар мен 2020 жылы кітап жаздым, оқушы от бол деген кітапты жазып бітірдім, және ол кітабым дайын. Егер оқушылар болса, көріп отырған осы видеоны менің жекеме шығып, нөміріме шығып, 8747-123-1868 нөміріне шығып, сол кітап жөнінде ақпарат алсаңыздар болады, және оның электронды нұсқасы сатылымға шығып үлгерді. Міне осындай жақсы, қайырлы жыл болды мен үшін, алайда өкінішке орай бүкіл еліміз үшін, халқымыз үшін ондай қайырлы бола қойды деп ойламаймын. Өйткені вирус тарады, аурулар келді, әртүрлі қиын жағдайлар болды. Сол себепті жалпы ол қоғам үшін қиын болды, дегенмен мен өзім үшін, Аллаға шүкір, өте қайырлы, жақсы жыл болды. Енді 2021 жылы мен алдыма қандай мақсат қойып отырмын. 2021 жылы осы жаңағы органикалық тыңайтқышты Қазақстан бойынша әйгілі етіп, қазірдің өзінде оның жобасы жасалып, біраз жолды жүріп өттім. Енді оны одан сайын әйгілі етемін деп отырмын, Алла бұйыртса. Сонымен қатар компаниямды жүйелеп, былайша айтқанда, мықтап тұрып бизнесті орнына қоямын. Сонымен қатар енді материалдық тұрғыдан алатын болсақ, көлік алу, үй алу секілді мақсаттарым бар. Енді жалпы уақытқа келетін болсақ, бұл уақыт ешқашан қайтара алмайтын ресурс. Көп адамдар жалпы осы қаржылық сауаттылық ғылымында ақша табу деп ойлайды. Мақсат ақша табу, ақшаны көп табу, қалай табуға болады, қалай бай болуға болады. Әрине мен тақырыптарым бәрі солай, дегенмен менің негізгі сіздерге беретінім бұл ақша маңызды емес. Ең маңызды нәрсе дәл осы уақыт. Уақыт еш уақытта қайтара алмайтын бұл сондай құнды дүние. Уақыттың не екенін мен өзіме түсіндірген бұл марқұм Абдуғаппар Сманов ағамыздың оқыған өлеңі «Уақыт қадір» деген. Оның негізі Алмас Темірбай деген ақын жазған болатын. «Уақыт қадір» деп YouTube'қа жазып, көріп алуға сіздерге
кеңес беремін. Дәл сол өлең менің өмірімді түбегейлі өзгертті. Және де уақыт бұл өте маңызды. Кім уақытты басқарады, ол өмірін басқарады. Ол қаржысын да басқарады, ол барлығын басқарады. Ал кім уақытты басқара алмайды, өкінішке орай ол ештеңені басқара алмайды. Сол себепті тайм менеджмент деген ғылым бар, яғни тайм уақыт, менеджмент ол басқару. Сол себепті уақытты басқару, құрметті достар, бұл өте маңызды. Қаржылық сауаттылық ғылымының 18-ші сабағы, яғни осы уақытты басқаруға байланысты 2020 жыл болды, кетті, енді ол ешқашан келмейді. Ал 2021 жыл басталды. Әрбір минуттарыңызды, әрбір секундтарыңызды бағалап, тиімді өткізуге тырысыңыздар. Әсіресе халыққа пайдалы дүниелер жасауға тырысыңыздар, құрметті менің оқырмандарым. Және менің YouTube арнамымен бірге болыңыздар. Алла бұйыртса, біз бірге дамитын боламыз. Абай атамыз айтады, есті кісілердің қатарында болғың келсе, не күніне, немесе аптасына, не айына, ең қормағанда бір жылда бір рет өзіңе есеп бер дейді. Дәл сол системамен мен өзіме есеп бердім, мақсаттарымды қойдым. Жалпы 2021 жылға енді Алла бұйыртса, осы жылы сол мақсаттарым орындалсын деп тілеймін, иншалла. Және менің мақсатым, миссиям, білім ал бәрін, біліп ал, білгеніңмен бөліс, және биіктерді бірге бағындар. Сол себепті менің YouTube арнамның құрметті көрермендері, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Менің YouTube арнаммен әрқашан бірге болыңыздар. Мен сіздермен бар білгенімді, тәжірибемді бөлісуден жалықпаймын. Ал сіздер тек қана лайк басып, астына пікір жазып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, белсенді болып отырыңыздар. Және ең бастысы арнаға тіркеліңіздер, астында қоңыраушаны басып, және достарыңызбен осы видеоны бөлісіңіздер. Өйткені құнды ақпарат, біліммен бөліссеңіздер, олар сіздердің айналаңызда адамдар да сіздер ұқсап ойлай бастайды, және сіздер сияқты бірге дамитын орта қалыптасқан кезде сіздер одан сайын жетіле түсесіздер. Ал кім өзін өзі жетілдіреді, ол сөзсіз жетістікке жетеді және бай болады, былайша айтқанда, бір сөзбен айтқанда бақытты ғұмыр кешеді. Сол себепті Алла бұйыртса 2021 жыл барлықтарыңызға қайырлы болсын, және осы уақыт тиімді басқаруды үйреніңіздер. Келесі видеода кездескенше қаржылық сауаттылық ғылымының 17-ші сабағын көрмеген болсаңыздар көріңіздер, және 19-ші сабақты асыға күтіңіздер. Сіздермен бірге болған жас ағартушы мен Сфабегернар Маратбекұлы. Сау сәлеметте болыңыздар.